ешкімді бұяқтан жұмыстан босатайын деп жатқан жоқ. Жұмыстарыңызды ары қарай атқарасыздар. Өздеріңіз тек қана жаңа келген компаниямен келісімшартқа отырасыздар, обновлять етесіздер, болды, ары қарай жұмыстарыңызды атқара бересіздер. Ешкім сіздерге ешқандай кедергі жасамайды, ықпал жасамайды, ешқандай қысымдық жасалынбайды. Бұл жерде бәрі заңды тараптары жасалынып жатыр. Келісімшарт бұзылды, компанияны Алтын Орда Нью компаниямен в одностороннем виде емес, сіздерге сіз білесіз ба, сіздерге уведомление об расторжении договора бәрі жіберілді. Сіздердің басшыларыңыз өздері келмейді, келісімге вообще телефонын көтермейді, ол кісіні вообще көрмейміз. Бізде алдында болған инциденттер, жаңа біз РОВД-ға да бардық, біздің басшылар келді РОВД-ға, алайда сіздердің басшыларыңыз ешқайсысы бұл жерге келмеді. Шақырылды, ешқайсылар келмеді. Прокурор келді, начальник милиция, облыстың. Сол жерде не шешім қабылданып еді? Бәрі келген кезде сіздердің мына охрана агентствоның үстінен самоуправствомен қылмыстық іс қозғалған. Сол кезде Данияр Альпиев біздің учредитель өзі келіп, сол жерде сөйледі. Түсіндім. Сол жерде қандай шешім қабылданып еді? Айтып жіберсеңіз. Сіздердің істеріңізден қылмыстық іс қозғалған болады. Ол қылмыстық іс жүзеге аса ма, аспай ма, ол әлі белгісіз. Сол енді қазірде мына кіріп отырсыздар ғой, бұл жерде самоуправствомен кіріп жатқан жоқ. Мен сізге тағы да түсіндіріп айтамын. Охранник таяқ жеген, қалай енді? Енді охранник таяқ жегенді болса, пожалуйста, правоохранительный органы бар, дәлелдесін таяқ жегенді. Құр сөз болмасын сіз жақтан. Бұл жерде провокация жасамаңыздар. Мен провокация жасап тұрған жоқ. Бұл жерде халықты жинамаңыздар, халыққа түсіндіріп айтып жатыр. Бұл жерде бәрі заң талаптарымен шешіліп жатқан нәрсе. Ешкім провокация жасап жатқан жоқ, ашып бердім мен. Соттың шешімімен келдіңіз ба? Соттың шешімі бұл жерде заң талаптар. Өзіңіз қағазбен келдіңіз бе? Мен сіздерге тағы айтамын. Меншік иесі компания номер 1 келісімшартты. Данияр Альпиев те меншік иесі. Данияр Альпиев меншік иесі емес. Неге емес? Мына базарды әкесі салған, Данияр Альпиев. Енді мен сізге о жағынан білмеймін, кім салды, қалай салды. Рейдерский захват болды 2012-де, базарды алып алды. Аға, кешірім сұрайын сізденші, бұл жерде ондай ақпараттарды айтпай қойыңыз. Рейдерский захват болды, одан да басқа нәрселер болды деген. Оны мен де білмеймін, мен сізге айтамаймын, сіз де білмейсіз. Ол бойынша ешқандай іс-әрекет сізде одностороннем порядке жаңағыдай комментарий бермеңіз. Жерде одностороннем порядке ештеңке расторжение жасалмады, сіздердің басшыларыңыз өздері келмеді. Біздің бастық кешеде осында болды. Басшыларыңызға арнайы хат жолданып, уведомление жіберілген. Келісімшарт бұзылады. Ол бойынша сіздің басшыларыңыз ешқандай хабарлама бермеді. Ешқандай хабарға шықпайды. Халық қайтарым сіздерге. Оны енді сіздер келетін кезде соны сот арқылы шешіп кіруіңіз керек. Ренжімеңіз. Сіздің заңгеріңіз келсін, заңгеріңіз сөйлесек жарайды. Халық қайтарым. Бұл жерде бәрі заң талаптарымен істелініп жатқан нәрсе. Әркім өзінің қызметін ары қарай атқарады. Сіздерге ешқандай қысымдылық жасалмайды. Өздеріңіз жұмыстарыңызды ары қарай істей беріңіздер. Провокацияға берілмеңіздер. Бұл жердегі келіп айтып жатқан адамдарыңыз болса провокация жасап жатса, бізге келіп шағымданыңыздар. Біз оның заң түрінде шешеміз. Сіз біздің юристпен сөйлескен жоқсыз, односторонний виде шығып қазір. Юристіңізді шақырыңыз, жарайды сөйлесейік. Мен сізге тағы да айтамын, сіздермен келісімшарт бұзылды. 5 июль 2023 жылы. Одностороннем порядке кетті. Сот арқылы бұзылды. Сот арқылы соттың шешімімен келу керек. Сұрақтар болса, гражданский правопорядок. Соттың шешімі сіздерді заңсыз. Сотқа шағымданыңыздар. Сіз шағымданыңыз. Осында келіп соттың шешімімен кіру керек едіңіз. Сіз соттың шешімін келеді, хорошо. Онда пресс-конференция бермей қойыңыз.